Сабырлы халықтың бір сәтке тайқып, өз ойының жемісті кезеңдерін мәңгіге ұмытып, қараңғы түкпірге жасырынған кішкене балаша бөлме бұрышында солқ-солқ жылап, 18 жасар қыз отыр. Не себепті жылайды? Не үшін өмірге наз айтады? Бәрі жұмбақ. Барлығы ішінде сақтаулы. Жүрек түкпірінде құлыптаулы. Кейде терең күрсініп, нәзік саусақтарының сыртымен көз жасын сүртіп қояды. Тек көз жасын ғана. Ал жүрек жасын, жүрек мұңын сүрту де, сылып тастау да мүмкін емес. Төмен салбыраған басын көтеріп, жасқа банған жанарын тағы да сүртіп, бір байламға келгендей отырған орнынан тұрды. Төңірегін бір шолып ауыр күрсінді. Аяғын сүйрете басып, терезе жақтауына жақындады. Жынданған адамша сәл жымиып, мен неге ол шымынға батамын, деді. Жымиған күлкісін бірде тоқтатып, қалың ой тұңғиығына қайта батты. Қандай ой екені жұмбақ. Жақсы ой ма, жаман ой ма? Бәрі ішінде. Лайым жақсы ой болғай. Терезе алдына аспандағы қиық айға қарап, айда қызға қарап, сен де мен де жалғызсың, мен де сендей жалғызбын, деп мұң шағатындай. Мүмкін солай да шығар. Қызық, деді айға қарап. Қанша жылдар өтсе де сен өлмедің. Ал біз жұмыр басты пенде, мұңымыз келіп, мұңымыз кеттік. Ішімізде жақсымыз да, жаманымыз да, түн қатып жыр жазғанымыз да, ес ауысып жынданғанымыз да болды. Барлығын сен көріп тұрдың. Көре де бересің. Неге? Сонда өмірдің әдеттілігі сол ма? Жансыз. Түнде ғана жер бетіне жарық деген ұғым бар екенін ұмыттырмауың үшін. Жаратушы сен жаратқан ба? Басқа теттей деп айдаң жоқ. Бірақ сен мәңгісің, мәңгіліксің. Мен де өлемін, бәрі өледі. Себебі біз пендеміз, адамбыз. Қуанамыз, қайғырамыз, күлеміз. Кейде ашуға да ерік береміз. Қателіктер жасаймыз. Сол үшін кешірім сұраймыз. Ал сен ше? Сен не істей аласың? Қаншама күнәні көрсең де, қайырымсыз адамдарды көрсең де, қиналғандарды көрсең де, ештеңе жасай алмайсың. Сенің қолыңнан түк келмейді. Есі ауысқан адамша сығылықтай күліп, сенде қолда жоқ екен ғой. Сенде қолда жоқ, қолда. Ал менде қол бар ма? Ақыл сана бар. Өкінішті, сен бұлардың бірінде түсінбейсің. Сен жай ғана бір ғаламшардың серігісің. Бітті. Қою қара түнде жарқырап тұрған жарық ай үндемеді. Тіпті ашуланған қыздың айтқан сөзіне ешқандай жауап та қайыра алмады. Мүмкін қыздың да айтқаны орынды болар. Көркем, көркем. Бөлме ішін жаңғырта шыққан Қадишаның үні еді. Күнделікті қалпымен қызып, ұятпаққа бөлмесіне кірді. Ойбай, деді ернін сылп еткізіп. Мына қыз қайда кеткен? Қашып кеткеннен сау ма өзі? Бөлме ішінде дел сал күйде не істерін білмей мең-зең болып Қадиша тұр. О тоба, құдірет. Жұмыртқа не бетімді айтамын? Бір қызға ие болмадым деп өзімнен көріп жүрмесіне кім кепіл? Жоқ, ешқайда да қашпаған болар. Мүмкін далада жүрген болар. Менде қайдағы жайдағын ойлап, күдікті ойын бір сәтке сейілткендей, бір күрсініп демалды. Ақиқатында қызының махаббат деген азапты дертке шалдыққанын білмейтін еді. Іштен тынып, бітеу біткен жара секілді өзімен өзі иесіз үйде сырласып отырғанын білуші ме еді? Айқайдым, білмеді ғой. Сонда ана жүрегі перзентінің қаншалықты қиын кезеңді басынан өткеріп жүргенін сезбегені ме? Әлде ана жүрегі тасқа айналып кеткен бе? Бәлкім, өгей шеше болғасының қызының жан жарасын сезінбеген болар. Ол да мүмкін. Қанша іздесе де қыз табылмады. Көрші көлемнен, ағайын туыстан, құрды-құрдастан, таныстардың барлығынан да қызын сұрап шықты. Барлығының аузынан еститіні бір-ақ сөз. Көрмедім, бітті. Бұдан басқа көңілге медеу берерлік бір сөз айтылса ғой шіркін. Біреу, әне кетіп бара жатыр еді, десе, болғаны сол жаққа бет алар еді. Ол адамның айтқаны шын ба, жалған ба, елерлік Қадиша жоқ. Бәрінен бұрын қыз тауысса болғаны. Қу дүниенің тарылғаны соншалық, ондай сөзді әлі естігенде жоқ. Үмітін үзбестен іздеп келеді. Балапанын іздеген құстай, басына қисая тартылған орамалды да ескерер емес. Үстінде
алпы-солпы аш шектей шұбатылған қылатын киген сүріне қабына Хадиша келе жатыр. Сырт кейпін көрген ауыл әйелдерді жынданғаннан соң ма деп беттерін шымшып, таңданыспен әрі күмәнмен қарауда. Жұрттың ойын елеп, мән беріп маған айттың ба ей деп бұрыла тұрып ұрыса кететін, ұрыс десе жанын беретін Хадиша жоқ. Кезіккендерден бар сұрары: менің көркемімді көрдің бе? Бас артық, басқа сөз айтпайды. Тіліне сол сөз ғана байланғандай. Сұраған сұрауына жоқ деп айтарын кісі жүзінен таниды да бұрылып кете барады. Ауылды түгел шарлап шықса да қызды таба алмады. Өзімен өзі күбірлеп: жаратқан-ау, жұмыртқа не айтамын? Бұл қай мазағың енді не істеймін? Үйге келген бетте қызым қайда деп сұрайды. Сонда не демекпін? Мен оянсам қызың жоқ екен, қашып кеткен секілді деймін бе? Жоқ, олай десе менің өлгенім. Жонарқамнан таспа тіледі. Таспа, деп иығындағы тыртықтың орнын ұстады. Мен тіріде жерге көмеді. Жоқ, олай да айта алмаймын. Табамын қызды, табамын. Бәйшешектер енді бір ашып, қозылақтардың аузы көкке енді теген кез. Ашық аспан, ауыл арасындағы қыстан қалған қар сулары сай-саланы жағалап кеткен. Аспанның қарауылындай болып алтын күн тұр. Бәрін бақылап, жіті қадағалау міндетін мойнына алғандай. Тура қаратпайды. Қарай қалғанның өзінде еріксіз көзді тайдырып әкетуге мәжбүр боласың. Шақырайған күннің нұры көздің қарашығын ойып жіберердей, жазым етердей шағылысады. Ауыл үйлеріндегі адамдарда кішігірім той, бір-біріне көктемнің келуімен, көкек айының енуімен құттықтап әлек. Тек бір күйде жаназа шығарғандай зарлы жылау, ащы өксіктен қарлыққан дауыс, ыңырсыған, күшене ыңыранған, өткір, құлақ тесер үн. Бұл Жомарттың үйінен шыққан үн еді. Ел-жұрт қуанып жатқанда бұлар нағып күңіренеді дейсіз ғой. Басты себеп көркем. Оқиғаны басынан бастайық. Жомарттың үйленгеніне 2 жыл толған тұғын. Әйелі марқұм әп-әдемі нәп-нәзік қыз баланы дүниеге әкелген еді. Жомарттың сондай қуанған-ай. Бауырына қызын қысып, көзіне қуаныштан жас алып, көркем деп қоямын, көркем болады деп, аурухананы басына көтеріп айқайлаған. Қуаныш пен қайғының егіз жүретіні қашаннан да белгілі. Қуансаң қайғырасың, қайғырсаң қуанасың. Жомарт қызын қызықтап тұрған кезде дәрігерлердің «Не болды?» деген үндері қосарлана шыққан. Не болғанын Жомартта түсінбеді. Бір байқағаны, керуетке жатқан келіншегінің көзі ақшиып, ал аузы болса апанның аузына үңірейіп қалыпты. Шарықтық. Қызын дүниеге әкеліп, мына дүниемен мәңгілікке қоштасқан екен. Мәңгілікке. Бір ғажабы қандай дерттен қайтыс болғанын ешбір дәрігер дөп басып анық айта алмады. Тек айтқандары қалаға жіберу керек, сол жақта білікті дәрігерлер бар деген бір сарынды таптаурын сөздер еді. Келіншегін қимады ма? Жоқ. Әлде сүйегін сылдырлатып қинаймын деді ма? Жомарттың өзі де өлім себебін білуге құлықсыздау болды. Кішкене қызы Жомарттың анасы мәпелеп бақты, өсірді. Қыр гүлінде құлпырып, енді өсіп келе жатқан шағында оқыс кеселден күйеу ана да мерт болды. Қызымен жалғыз өзі ғана қалды. Анасы барында баланың тамағына, киім киеріне алаң болмаушы еді. Енді барлық міндет бір өзіне ақтырылды. Досын қиналып жүргенін түсінген бір данысы көрші ауылындағы Хадиша есімді қызды таныстырды. Екеуі үйленді, бас қосты. Сөнеге тақаған от қайта тұтанды. Іске пысық, шаруаға епті болғанмен бір кемшілігі бар болатын. Ол балаға келгенде қамқорлық атаулыдан жұрдайлығы. Кішкене қыз апалап келе қалса, жұдырығымен салып жіберетін. Шай түйгіштесе бір жұрнау, тілін безеп, қу жетмек сарнама, көк жұтқыр, деп қарғайтыны тағы бартын. Дәл сол әдетімен кішкене қызы жұдырықтап жатқан кезінде Жомарт үстінен түскен болатын. Көрші қатындардың бір-екі пыш-пыш айтқан есектерін құлағы шалғанда сенбеп еді. Нақ сол сәтте көзімен көргесін қарап тұра алмады. Пеш алдында ұзыннан-ұзын сұлап жатқан көсеуді алып, білегін сыбанып бар күшімен бірнеше мәрте соғып қалғантын. Бірақ та Жомарттың бір мінезі бар.
ашуы басталса тоқтатуы қиын еді. Көсемін бірнеше ұрғанға айызы қанбады. Жан-жағын қарағанда көзгелінер кекемді сайман болмағасын сыртқа шығып кеткен. Сырттан өзімен бірге сүйекті күректі алып келді. Үрей басқан Қадиша осыншама жалынды, жалбарынды, ант-су ішті, бірақ Жомарттың ашуы тарқамады. Бар күшімен келіп күрекпен бір ұрды. Көзі қарауытты ма, әлде сермегенде мүлт кетті ме, тек күректің ұшы ғана иығына тиді. Ұшы болса да шай тимеді, ойып түсті. Қайралаған пышақтай кесіп түсті. Арада қаншама уақыт өтті. Күрек тиген жер өң бітіп жазылды. Әйтсе де шырам қалды. Сол оқиғадан кейін Қадишаның балаға деген махаббаты ашылды. Бұрындары баланы иттің етіне жек көретін Қадиша бала жанды болып кетті. Кейбір ауыл әйелдері Қадишаның сол жақ иығында бір шайтан отырады екен. Біздің Жомарт та жай адам емес қой. Сол шайтанды күрекпен қағып түсіріпті. Содан ғой. Әйтпесе Қадишаны білеміз ғой. Баланы қинаудан басқаны білмейді, деп быж-быж гөж-гөж етіп өсек тасыды. Көбір-көбір сөйлеп үйіне қалай жеткенін байқамай қалды. Жан-жағына қараса, қарсы алдында үйінің қақпасы тұр. Қыз үйге келген болар деген үмітпен есікті ашып үйге кірді. Бағына орай Жомарт әлі келмепті. Көркем де келмегенге ұқсайды. Әлде келген бе? Қадиша үйдегі өзгерісті тез байқап қалды. Аяғына ілген тәпішкесін шешпестен, кілемшелердің үстін басып, қыздың бөлмесіне жетіп барды. Қажап-ау, қыз ештеңе болмағандай пысылдап ұйықтап жатыр. Ал бұл болса ше? Ақ тер, көк тер болып текке сабылған ба? Әлде таңертең дұрыс қарамағаны ма? Жоқ, Қадиша жаңылмайды. Қадишаның көзі қыранның көзіндей қиядағыны қалт жермей көреді. Қонаққа келе жатқан адамды алыстан танып кім екенін, қандай киім кигенін, бетінде нүктедей меңі болса, бірден байқайтын Қадиша емес пе? Сонда бұғанда кәрілік жеткен бе? Жоқ, Қадишаға кәрілік келмейді. Мүмкін жанары бұлыңғырланған болар, немесе шел баса бастаған шығар. Көзге кәрілік келсе де Қадишаға кәрілік келген жоқ. Бір күмәнді ой ұйықтап жатқан қызыңды оят, сұрап біл дегендей санасында дыз ете қалды. Күмәнді ойдың жетегіне еріп қызы жатқан керуетке ұмтылмаққа бекінді. Бірақ өз-өзін сабырға шақырып, осыным дұрыс па? Оянғасын өзі айтар, менен сыр шашылмаушы еді, деп іркіліп тоқтады. Ал ұйықтап жатар деген қыз бәрін сезіп біліп жатыр еді. Шынымен ұйықтап қалармын деп көзін жұмып еді. Көз алдында өткен күннің салқындылары, тәтті шағына балаған естеліктері оралды. Ол кездер қандай әдемі еді. Ешқандай да уайым жоқ, қайғыры жоқ, алаңдық жоқ. Бар дүние, бар ғалам уысында тұрғандай болатын. Тіпті сол жан басқа біреу үшін өзін тастап кетерін білді ме? Білмек түгілі пәк көңілді қыздың таза жүрегі сезбегенде болар, сезбеген. Енді міне бір-ақ сәтте махаббат оқиғасының көңілсіз кейіпкері болды да қалды. Алда жаңа күнде жарқырап шығар мүмкіндіктер бар ма? Әлде қам көңіл күйде өмірдің салған тәлкегіне мысқылдап күлгенде мазағына көніп жүре бермек пе? Бәрі қалай басталып еді? Ұяла батып бара жатқан күн жүзі, ертең келемін деп қол бұлғайтындай. Ауыл орталығында жастарға арнап салынған саябақтар бар еді. Қаланың саябақтарындай қаулап өскен ағашы, көздің жауын алар әдемілігі болмаса да, бірнеше орындығы бар, қаптаған адамы бар. Кеш түссе үлкенді-кішілі сол саябақта жүретін. Бір-бірін күнде көрсе де, жаңа көргендей қауқылдасып, үй ішінің амандығын сұрасып, шал-кемпірлер бөлек отыратын. Әкім тексеріп кетті ме? Бізге де келді. Келесіде хабарласып қойыңдар, біліп отырайық деп, ерлер жағы оқшауланып жұмыстың әңгімесін талқылаушы еді. Әйелдер болса күнделікті күйбеңге толы үй тірлігін, жасаған тамақтарын сөз ететін. Жастар жағы болса, түнге таман саябақтағы жиналған адамдар тақағасын, ақырын жиналатын. Сол жастардың бірі Көркем мен Нұржан еді. Мектепті тәмамдаған жас, албырт, қос жүрек. Бір оқу орнында екі түрлі мамандық бойынша білім алып, бірге өмір айдынына аттанбаққа бекінген. Арман мақсаттары көмескі болса да айқын деп есептейтін. Жазға демалысты пайдаланып ауылдағы саябақта кездесуші еді. Жастықтың іңкәр сезімі сап алтындай
таза жүрекке ұялағандай, бір-біріне деген ынтықтық, ерекше үйлесімділік сыйлайтын, айлы түннің астындағы сырласу, үнсіздік атты құдіретке орын беріп, тек көз арқылы, ғашықтықтың қос жанары арқылы бір-бірін ұғысар еді. Жай ғана ұғысып қоймай, тылсым әлемдердің ішкі әлемдерін айна қатесіз түсінер еді. Мәңгілікке ажырасар күнінде де солай болған. Екеуі оңаша, Нұржанның жүзі сынық болса да, тышқан аңдыған мысықтай сездірмеген, тек саябақтың сыртын ала қоршалған жасыл түсті қақпаға таяу келген кезде ғана «Саған бірдеңе айтсам бола ма?» деген ерге тәніндегі қырылды жоғалтып, алаңсыз бейқам ойда келе жатқан қыз «Әрине, айта бер» деді, еркелеген нәзік үнмен. Қыздың қолын ұстаған қалпында «Мен саған деген сезімім жоқ» деген еді. Қыз түсінбеді-ау деймін. Түсінбеуі де орынды. Жігіттің даусы әйнек ішіндегі масаның ызыңындай ақырын шыққан. Өзі де сезгендей қайтадан «Мен сені ұнатпаймын. Саған деген сезім жоқ. Мен басқаны сүйемін. Менің адамым басқа» деп айқайлап жіберді. Қыз бірден жігіттің көз жанарына қарады. Құдай-ау, құдды бір өлі мысықтың көзіне қарағандай. Ешқандай да нұр жоқ. Көзінен өзіне деген сезім сәулесін іздеген. Бір ғана жалт етіп, көрінші деп тілеген, үміттенген. Қалжың деп жігіттің сөзіне сенбеген. Сенбеуі де қисынға келеді. Бір апта немесе бірнеше ай болса бір жөн. Бақандай 4 жыл. Мектеп кезінде бір-бірін ұнатып табысты, серттесті, мәңгі бірге болуға ант етті. Барлық оқиғалар көз алдынан тізбектеліп өтіп шықты. 10-шы сыныптағы, 11-дегі, 1-ші курс, 2-ші курстағы, көне кеше ғана болған оқиғалар. Жоқ, бұлай болу мүмкін емес. Жігіттің қолынан өз қолын босатып бетін басты. Көзден еріксіз мөлдір тамшылар тамды. Жер ана перзентінің жылағанын білдірмейін дегендей сіңдіріп жібереді. Көз жанары жасқа толып жігіттің көзінен қайта қарады. Жоқ, ешқандай да нұрлы көз жоқ. Тек қап-қара тұңғиыққа жетелейтін, тұңғиықтың төбіне байталататын қара құрдым іспетті. Бірдеңе үрейлене қорқып, бұрылып тұра жүгірді. Алды-артына қарамастан жүгіріп келеді. Қайда барады? Ол өзіне де белгісіз бір күш жүгер дейтін секілді. Жүгір. Жүгірген қалпы ауыл шетіне келді. Тым-тырыс, меңіреу тыныштық орын тепкен. Оң жағында қалбиып ескүйе тұр. Әкесі туған анасымен осы үйде қауышып, осы үйде қарапайым өмірлерін кешкесін бе, бұл үйді жеке мұражай секілді сақтаған. Тәтті естеліктерді бұзып алардай, қорқып Қадишаны да басқа үйге кіргізді. Жомарттың өзі ара-тұра келіп, ескі үйдің шаң-тозаңдарын сүртіп, терезелерді ашып, өткен шаққа саяхат жасағандар бір аялап қалатын. Оның көзінде де ұзақ отыруға жүрегі табаламайтын, тек бірер минуттарға ғана. Ақырын жақындап есікке үңілді. Есікте қара түннің күнәсін ашқандай, күміс түстес құлып ай сәулесіне жарқырап тұр. Қалтасын қарап еді, ештеңе қолына іліне қоймады. Құлаққап пен смартфон ғана бар екен. Ойынына кілтті мойнына тағып жүретіні түсіп, мойнынан кілтті алып, есікті ашты. Сырнай тартып есік ашылды. Адымдай басып ішке енді. Көптен бері келмегесін бе, жүрегінде бір үрей пайда болғандай болды. Бірақ ол да уақытша екен. Ішке еніп әрі-бері жүргесін ол да тарқады. Жарықтық жағып, бөлмелерді аралап, уақыт көлігіне бағынбай тоқтап қалған. Естеліктердің әрбіріне көз жүгіртіп, әрқайсысынан сыр ағардай зерделі оймен көз салды. Бұның барлығы жараланған жүрегін, тілім-тілім болған кеудесіндегі бір жапырақ етті алдарқатуы еді. Бірақ болмайды. Осы үйдегі заттар махаббат оқиғасынан запы көрген жанын үгіп, миын тілгілеп тастағандай қинайды. Ойламайын десе, тағы болмайды. Біреу әдейі көз алдына алып келетін сияқты. Міне, тағы да бейнелер көз алдында көлбеңдеп тұр. Бұл дүниеде ең сорақы нәрсе болса, ол жақын тұтқан, жүрегіңді сеніп тапсырған адамның сені сатып, түкке керексіз заттай тастай салуы екен. Одан да сорақы. Жаныңды ауыртар тұсы, сол адаммен өміріңді елестетіп, өзіңмен сол адаммен бақытты сезінуі. Болашағыңды, бар ғұмырыңды құнсыз адамға тіркеп қоюың амал қанша. Болар іс болды. Өтті кетті.
Ендігі кезекте алдыға жылжу керек, алдыға жылжу керек деп оп-оңайға айта саламыз ғой. Бірақ қалайша? Өткен күндердегі естеліктерді, адам жадында сақталып қалған оқиғаларды қайтпекпіз? О жағы белгісіз. Бар айтарымыз алдыға жылжу. Сонда ол не? Ол да белгісіз. Не деген ақымақпын? Жігіт деген не теңім? Маған жігіт емес, оқу керек қой, оқу. Мен не істедім? Мектеп қабырғасын аяқтамай жатып, жігітке жармастым. Сүйдім, күйдім, өлдім дедім. Ақыр аяғы не болды? Мен сені ұнатпаймын, саған деген сезімім жоқ деген сөзді естідім. Бітті. Алған атағым, шыққан бегім, табан тіреген жерім сол болды ма? Иә, сол ғана басқан дым да емес. Неткен сорлы едім, неткен бақытсыз бейшара едім. Мендей сормаңдай жер әлемде жоқ шығар. Бар дегеннің өзі мені көріп күлетін, күлкіден өлетін болар, деп жерге отыра кетті. Сол отырған қалпы бұрышқа жылжып барды да, тізесін құшақтап, кішкене баладай солқ-солқ жылады, алаңсыз жылады. Аспандағы ай қызды жұбатқысы келгендей нұрын төгіп, мейірімен терезеден сығалап тұр. Қайдан білсін, сүт пісірім уақыттан кейін өзіне де бұл қыздан сөздер дайын екенін.